Қайырлы күн, құрметті кітапхана оқырмандары. Бүгінгі бейне сабағымыз шахмат партиясындағы көп қолданылатын шабуыл желісі. Бұндай шабуыл желісі рентген деп аталады. Рентген шабуыл желісі басқа фигураны орналастырумен шектелетін және сол фигураны орын ауыстыру салдарынан ұлғайтылуы мүмкін алысқа төзімді фигураның тікелей әсер етпейтін шахматтық мотив болып табылады. Рентген шабуыл желісіне байланысты мына мысалды алып қарасақ болады. Өздеріңіз көріп тұрғандай, рентген желісі бізде піл фигурасымен жүзеге асып тұр, яғни бұл жасырын шақ беру секілді. Біз бұл жерде жүріс ақ фигурамен ойнап отқан ойыншынікі, яғни ақтар бұл жерде өздерінің уәзір фигурасын құрбан етеді, яғни патшаға шақ жариялайды. Патшаның басқа қашатын жолы болмағандықтан жалғыз ход, ол яғни піл фигурасы мен ферзь фигурасын алып тастауы. Яғни одан әрі біз өзіміздің піл фигурамыз бен қарсыластың піл фигурасын ала отырып, корольге мат жариялаймыз.